Санитар әйел өлім аузында жатқан миллионердің палатасында еден жуып жүреді. Қарт су сұрағанда, әлгі әйел өз тостағанын ұсына салды. Таңертең бас дәрігер оны бүкіл ауруханадан іздеп жүрді. Кез келген шипажайда таң ата салысымен жұмыс басталады. Бұл элиталық клиника ма, әлде қарапайым емхана ма, маңызды емес. Таңертең науқастар талдау тапсырады. Біреуіне екпе егіліп тамшылатып дәрі құйылады. Басқалары емшара жасайды. Сосын дәрігерлер аралап шығады. Аурухана өмірінде мейлі ол қымбат клиника болсын, мейлі қарапайым болсын, ешқандай қызықты нәрсе жоқ. Медбикелер көбіне жеке бастарының мәселелерін немесе науқастарға қатысты оқиғаларды талқылап уақыт өткізеді. Ақтөбе деп аталатын элиталық клиникада да дәл солай болатын. Бұл қала ішінде ғана емес, бүкіл облыстағы ең беделді әрі қымбат емхана еді. Дегенмен, элиталық клиниканың қарапайым ауруханадан айырмашылығы бар. Медбикелердің де мәселелері басқаша. Осы 206 палатадағы қартқа кіргім келмей-ақ тұр, деп шағымданды Гүлнар. Мироновты айтасың ба, түсінемін, деп жауап берді құрбысы. Түнгі ауысымдағы қыздар оның бүгін түнде мазасын алып, әбден шаршатқанын айтты. Ішкені су, жастығын түзе, терезені аш, сосын жап деп тыныштық бермепті. Иә, мен де олармен сөйлестім. Зылиха ақыры оны сөзбен қағып тастапты. Бірақ қарт түн бойы ыңырсып шықты, деп күлді Гүлнар. Дұрыс істеген, туған туыстарының одан теріс айналуы тегін емес қой, деді құрбысы. Бізге де жақсы, ол кісіге шағымданатын ешкім жоқ. Қайда барады? Соңғы күндерін санап жатыр. Өлмес бұрын біздің жүйкемізді жұқартқысы келетін шығар. Медбикелердің әңгімесін клиниканың бас дәрігері бөліп тастады. Ол науқастардың мәселесін жеке шешпейтін, әдетте оны бөлім меңгерушілеріне тапсыратын. Бірақ бұл жолы Жомарт қажы қатты ашулы болғандықтан VIP клиенттерге дөрекілік танытуға және оларды қараусыз қалдыруға болмайтынын медбикелерге жеке түсіндірмек болды. Бізде мұнда бәрі де элита ғой, деп мысқылмен жауап берді Гүлнар екі бүйірін таянып. Қайда қарасан да бәрі мықтылар. Дұрыс айтасыз, Жомарт қажы, деп қолдады оны әріптесі. Талайын көрдік, әкімі де, депутаттар да келеді. Бірақ ешкім бұл кісіде жиіркенішті әрекет етпеген еді. Кәрінің мінезі балаша деп тегін айтылмаған ғой. Жомарт қажы көзілдіргін түсеп, қолдарын кеудесіне айқастырып, басын сәл солға қисайтты. Бұл қимыл оның қатты ашулы екенін білдіретін, бірақ Гүлнар одан қорықпады. Құрбысы ұялып ұштанып қалса, Гүлнарға ешқандай қатал көзқарас әсер етпейтін. Ол осы клиника ашылған күннен бері жұмыс істеп келеді. Жомарт қажы оны бәсекелесінен арнайы алып келгендіктен, ол өзін осы жердің иесіндей сезінетін. Ол жақсы маман, әрі жаман адам емес, бірақ еркіндігі мен батылдығы кейде Жомарт қажыны тығырыққа тірейтін. Одан тіпті туыстар да безіп кетті. Оның шыдағысыз адам екенін өзіңіз де білесіз, деді Гүлнар сәл жұмсағырақ дауыспен. Жомарт қажы ашуынан сәл басылып, кейпін өзгертіп. Жеке клиникаға келе жатқанда, мұнда әртүрлі науқастар болатынын түсінгенсіздер, деді. Қылықтарына шыдау керектігін де білдіңіздер. Михаил Викторовичтің мінезі күрделі екеніне келісемін. Бірақ ақырында адамгершілік таныттыңыздаршы. Ол соңғы айларын, бәлкім соңғы күндерін өткізіп жатыр. Ол жалғыз қалды. Сіздер оның өмірден өтер алдында көретін соңғы адамдар боласыздар. Қарттаяңыздаршы. Бұл қарт емес, ерке қыз сияқты ғой, деді Гүлнар ашулы үнмен. Оған тіпті санитарлар кіргісі келмейді. Ал біз өмірімізде не көрмедік? Жұмсағырақ болыңыздар, деп қадап айтты Жомарт қажы. Оның алдында бас июді талап етпеймін, бірақ құрмет көрсетіңіздер. Адам 86 жасқа келіп отыр. Суды 2 градусқа салқындатуды сұраса да, ол сыйлы адам болып қала береді. Ақырында, мұндай науқасты түн бойы қараусыз қалдыру кәсібилікке жатпайды. Жомарт қажы бұрылып халатын түсеп шығып кетті. Ол Михаил Викторовичтің палатасының жанынан өтіп бара жатқанда, қарт біреуді көмекке шақырды. Бас дәрігер тоқтап, медбикелерге қарап, қарттың есігін ишарамен көрсетті. Гүлнар ауыр күрсініп, көзін аспанға аударып, амалсыз палатаға кірді. Маған шақыру түймесін қайтарып беріңіздер. Сіздерді күні бойы айқайлап шақыра алмаймын. Даусым да шықпай қалды, деп бұйырды қарт сәлемдесуді де ұмытып. Даусы қарлыққан, бірақ қатты еді.
Оның күшім жоқ дегені өтірік емес еді. Бірақ даусының табиғаты өте зор болатын. Жасында кәсіппен айналысқанда даусы барқытта естілетін. Қазір болса қарлыққан ентікпеге айналған. Қарттық миллиардтар бар магнатты да аямайды. Түймеңіз үздіксіз басқаннан істен шығып қалды, деп жауап берді Гүлнар. Ол қартқа жастығын түзеу үшін сәл көтерілу керектігін ишарамен түсіндірді. Жастықты қолына алғанда Гүлнар бір сәт тоқтап қалды. Оның бұл адамға деген жиіркеніші соншалықты қатты еді. Михаил Викторович медбикенің сәл өзгергенін байқады. Мүмкін не ойлап тұрғанын да сезген болар. Қарт неге екені белгісіз, өз-өзіне риза болып жымиды. Онда мен сіздерді шақыра алатындай басқа жол ойлап табыңыздар, деді ол аса сыпайылықпен. Сізге көмек соншалықты жиі керек пе? Менің осы палатада қалып қойғаным оңай емес пе? Деді Гүлнар сол бір жағымсыз мысқыл үнмен. Бұл артық болды. Менің де жеке кеңістігіме құрмет керек, деп қарт медбикеге сөз қайтарды. Гүлнар палатадан шығып жеңіл дем алды. Кенет біреу оған соғыла кетті. Кешіріңіз, байқамай қалдым, деді Уәсила апай. Ол осы клиникада санитар болып істейтін. Әйел көрші палатадан шығып келе жатқан. Қолында науқасқа арналған ыдысы болғандықтан есікті арқасымен итеріп ашып, есік алдында тұрған медбикені байқамай қалған еді. Осының аз болғаны, мұқият болсаңшы, деп Гүлнар жек көре сөйледі де, халатын түзеп, басын шайқап өз жөнмен кете берді. Уәсила апай оның соңынан кінәлі кейіппен қарап қалды. Ол ешкімді ренжіткісі келмеген еді. Бұл кісі әрқашан өзгені өзінен бұрын ойлайтын. Сондықтан осы сәтте де ештеңе бүлінбесе де, аға медбикені қатты ренжітіп алдым-ау деп уайымдап қалды. Шын мәнінде бұл айтарлықтай оқиға емес еді. Санитар әйел таза ыдысты науқасқа апармақ болды. Михаил жатқан палатаның қасынан өтіп бара жатып, қарттың ыңырсыған даусын естіді. Уәсиланың жүрегі тітіркеніп кетті. Ол медбикелердің жақын жерде тұрғанын көріп еді. Олар палатадан шыққан дыбысты анық естісе де, еш қайсысы бұрылып қарамады. Санитар әйел бұған онша таңғалмады. Ол әріптестерінен 206 палатадағы ерке қарт туралы талай естіген. Десе де, Уәсила медбикелердің мұндай немқұрайлығын түсіне алмады. Науқасты, оның үстіне өлім аузында жапқан адамды қалайша назарсыз қалдырады. Мінезі жаман болса да, аурухана қызметкерлері оның соңғы айлардағы жалғыз жақындары емес пе? Уәсила өз жұмысын бітіріп, бәлізге шыққанда Михаил Викторовичтің даусын қайта естіді. Тағы да ешкімнің асықпағанын көрді. Санитар әйел біраз ойланып, қарттың жағдайын өзі білмекке бел буды. Ақырын қағып есікті ашты. Есік қақпай-ақ қойыңыз, жарты сағаттан бері шақырып жатырмын, деп сіркілдеді Михаил Викторович басын көтеріп. Қасына медбике не дәрігер емес, санитар келгенін көргенде одан сайын ашуланды. Уәсила сенімсіз күлімсіреп, іште қарай бір аттады. Қарт оны бірден тоқтатты. Маған сенің қызметіңнің қажеті жоқ. Санитарлардың маған керек жоқ. Ыдысты ауыстыру немесе еден жуу керек болса, өзім шақырамын. Сізде бір жағдай болды ма? Егер өзіңізді жайсыз сезінсеңіз, дәрігер шақырайын ба? деп сұрады Уәсила. Ол Гүлнардың өтінсе де келмейтінін білетін. Дәрігер болды, деп жауап берді Михаил Викторович Уәсиланың арқып болғанын сездіретін үнмен. Маған ыстық, палатада дем алатын ауа жоқ. Медбикеге айт, менің мәселемді шешсін және шақыру түймесі істемейді, соны жөндесін. Уәсила қарттың төсегінің жанындағы тумбочкаға жақындады. Ол жерде медбикелерге сигнал беретін түйме жатыр еді. Уәсила оны қолға алып ішін қарады. Онда жай ғана батареясын алып тастапты, деді ол Михаил Викторовичтің ашуына мән бермей сабырмен. Мен бұл туралы постқа хабарлаймын. Сосын Уәсила терезеге жақындап, оны аздап ашты. Ол үшін мен де жарап қалармын, деді Уәсила. Ол медбикеге батарея туралы айтатынын ескертіп палатадан шықты. Әрине санитар әйел батареяны Гүлнардың өзі алып тастағанын түсінді. Бірақ қарпқа үміт сыйлағысы келіп, оған бәрінің бірдей немқұрайлы емес екенін көрсеткісі келді. Уәсила апай ойлағандай, Гүлнар қабағын тиіп, санитарды өзгелердің ісіне араласпауын сұрады. Тірі адам ғой, жаныңыз ашымай ма? деп жалбарына сұрады әйел. Бұл адам емес, қансорғыш,
деп жауап берді Гүлнар. Сене бер, ол бізден гөрі талай жақсылықты көріп, өмірін сүріп болған адам. Енді кететін сәтте біздің энергиямызды сорып кетпекші. Бұл мүмкін емес науқас. Десе де ол адам. Ол Дана Василияның анасы. Ол 16 жасқа толғанда дүниеден озды. Кәмелет жасына толғанша 2 жылды ол балалар үйінде өткізді. Содан кейін бірден жұмысқа кірісті. Білімі мен тәжірибесі жоқ қызды қайда алады дейсіз? Василийден жуушы болып орналасты. Оның жеке клиникаға тап болуын тек Алланың жазған тағдыры, әрі кереметі деуге болады. Ол алғашында дәріханада еден жуды. Ол өз тағдырына жиі әзілдейтін. Дәрігер болуды армандаушы едім, тағдыр мені сол арманыма сәл жақындатты дейтін. Сол жерде ол бір дәріханашы қызбен достасып кетті. Дәл сол қыз Василияға арнайы курстан өтіп, нағыз ауруханаға орналасуға болатынын, сол арқылы сырқат жандарға көмектесіп, демеу бола алатынын айтты. Василия апайдың басты арманы да осы еді. Оның жүрегі өте таза, мейірімді болатын. Осыншама қиын тағдырды бастан кешіріп, басыңызға түскен талай қайғыға төзе отырып, адамгершілігіңізді қалай сақтап қалғаныңызға таңғаламын. Адамдарды жақсы көріп, оларға жаныңыз ашиды, дейтін досы оған таңданып. Маған істелген жамандыққа адамдардың қатысы жоқ қой, деп жауап беретін Василия. Әкем қайтыс болған соң, анамның ішімдікке салынып кеткеніне ешкім де кінәлі емес. Өзім жоты жетінізімнің де білімімнің таяздығына, тіпті қарапайым колледжге түсе алмағаныма кімді кінәлаймын? Адамдармен бүкіл тіршілік иесін сүймесең, өмірде бақыт болмайды. Ойлап қараш, егер менің басындағы бар қайғыма қоса айналамдағылардың бәрін жек көріп жүрсем, мен қалай өмір сүрер едім, дейтін ол. Оның жан досы бұл көзқарасты толық түсіне алмады. Шындығында ең мейірімді адамдардың өзі кейде ашулануы мүмкін. Әркім бәрінен бұрын өз жайлылығын ойлайды. Бірақ Васила апай ондай емес еді. Ол өзі туралы мүлде уайымдамайтын секілді. Фармацевт қыз оған іштей қызығатын. Себебі Васила өзіне қарағанда әлде қайда бақытты, өмірге құштар еді. Ол Алла берген өміріне шүкір етіп, оны бағалай білетін. Өзге біреулер тіпті қымбат көлік мініп, байлықтың ішінде жүрсе де, әйтеуір бір нәрсеге наразы болып жүреді. Олар қапалануға себеп тауып алады. Ал Васила ешқашан мұғаймайтын. Мүмкін жомарт қажының оны санитарлар курсынан байқап қалуының себебі де сол мейірімділігі шығар. Ол бұл адамның тәсіпті амалсыздан емес, шын жүрегімен, өз қалауымен оқып жатқанын бірден түсінді. Сөйтіп Васила жеке клиникаға жұмысқа орналасты. Жағдайы әлде қайда жақсарды. Жалақысы да дәріханадан жоғары болды. Жұмысы да өзіне ұнайтын. Иә, ол әлі де еден жуатын, бірақ енді науқастармен сөйлесіп, қолдан келгенше көмектесе алатын. Васила апай өз орнын тапқандай сезініп, үлкен, сауапты істің бір бөлшегі болғанына риза еді. Бақытты болу үшін одан артық не керек? Ал Михаил Викторовичтің өмірі мүлде бөлек болды. Ол мен Василаның тағдыры екі қарама-қайшы дүние еді. Тек бір ғана ортақ тұсы бар. Михаилдың де анасы ішімдікке жақын болған. Бірақ Василаның анасы қайғыдан ішсе, Михаилдың анасы бос уақыты көптігінен, еріккендіктен қымбат шарапты ұрттайтын. 206 палатадағы қарт бала күннен байлықтың ішінде өсті. Оның әкесінің жай ғана компаниясы емес, зауыттары мен фабрикалар болды. Ол мұнай магнат еді. Әкесінің жалғыз мұрагері Михаил де сол жолды қуып, әкесінен де байып кетті. Отбасылық өмірі де сәтті секілді көрінетін. Михаил Викторовичтің 2 ұлы, 1 қызы болды. Магнаттың отбасы үлкен болғанымен, ынтымағы жоқ, берік емес еді. Оған кінәлі дәл осы Михаил Викторовичтің өзі. Гүлнардың оны ешкім жақсы көрмейтіні туралы айтқаны рас еді. Балалары сараң болмаса да, қатал әрі талапшыл әкесін бала кезден жек көріп өсті. Ұл қызы әкелері оларды тек қымбат сыйлықтармен сатып алғысы келетінін үнемі айтатын. Бірақ ол сыйлықтар әкесінің айқайы мен дөрекілігінің алдында ештеңеге татмайтын. Ол солай жасайтын. Ақыр соңында, қартайған шағында Михаил Викторович жалғыз қалды. Әйелі оның мінезіне шыдамай, ең кіші ұлы Денис туғаннан кейін көп ұзамай ажырасып кетті.
Әйелі одан әлде қайда жас еді. Сонша жыл онымен бірге тұрғанына көпшілігі таңғалатын. Денис әкесін бәрінен де қатты жек көрді. Себебі онымен аз араласқан еді. Бұрынғы әйелі тек Денисті ғана өзімен бірге алып кетті. Үлкен ұлы мен қызы әкесінің қолында қалды. Денис ер жеткен соң әкесімен танысып сөйлескісі келіп іздеп келді. Алайда бұл шешіміне тез өкінді. Михаил өзіндегі бар өшпенділіктің бәрін Дениске төкті. Ол баласын анасынан жаман қасиеттерді ғана алған, өзімен ештеңе дармаған, ақымақ, тәрбиесіз деп үнемі кемсітетін. Сондықтан кіші ұлының әкесінің есігін мәңгілікке жауып кетуі таңғаларлық емес еді. Үлкен ұлы мен қызы да 18-ге толысымен әкесінен жырақтады. Бірақ ақша сұрауды ұмытпады. Үшеуі де ай сайын әкесіне өмір сүруде ақша керек екенін есіне салып тұратын. Михаил Викторович дөрекі мінезіне қарамастан сырқаттанғанша балаларын асырады. Ал ауырған кезде өзіне емделуге ақша керек болды. Әрі балалары да есейді. Оларға қанша көмектеседі. Осы шешімді қабылдағаннан кейін Михаил балалары мен немерелерінің жағдайын сұрап телефон соқпайтын болғанын, олардың ұмытып кеткенін сезінді. Сонымен Михаил шын мәнде шексіз бай болды. Оның бақытты өмір сүруіне қажеттінің бәрі бар еді. Бірақ ол ешқашан бақытты болмады. Оны ешкім сүймеді. Тіпті әйелі мен балалары да. Ер адам бұған өзінің жаман мінезі себепкер екенін жақсы түсінетін. Бірақ оны түзеугісі де келмеді. Қолынан да келмеді. Тұрақтылық, қаталдық және біраз аяусыздық оған әкесінің мүлкін сақтап қалуға ғана емес, оны еселеп көбейтуге көмектескен қасиеттер еді. Ондай қасиеттерсіз ірі кәсіпті басқару мүмкін емес. Алайда кейбір адамдар бұл қаталдықты тек жұмыс орнында қалдырып, үйіне алып келмейді. Михаил Викторович болса, бұны істей алмады. Керісінше, осылай жасағаны дұрыс деп санады. Ол өзі де мейірімнің ортасында өспегендіктен балаларын да еркелеткісі келмеді. Осы жолда ол шамадан тыс асыра сілтеп жіберді. Балаларының одан теріс айналғаны тек өзінің кінәсі. Балаларын солай тәрбиеледі. Олар тіпті әкелерін іздемейтін дәрежеге жетті. Михаил Викторович өзінің ішіндегі ызасы мен өмірге деген наразылығын айналасындағы адамдардың бәріне шығаратын. Басында бұл қарамағындағы қызметкерлер болса, кейін көршілері, кездейсоқ өткен адамдар, мейрамхана мен қонақ үй қызметкерлері болды. Енді өмірінің соңында Михаил Викторович аурухананың медициналық қызметкерлеріне шүйлігуде. Бірақ бұл жолы ол әдейі емес, табиғаты солай болып кеткен. Ол бүкіл өмірінде қалағанның бәрін алып үйренген соң, енді еш нәрсеге риза болмайтын, үнемі назар талап ететін адамға айналды. Магнат персоналдың оған күлімсіреп, басын иіп, артынан жек көрсе де айтқанын орындауына үйреніп қалған еді. Әрине, ешкімде шақыру түрмесіне батарея салған жоқ. Оның сұраныстарына тек мысқылмен жауап берді. Өзіне таңғаларлық жайт, Михаил Викторович бұл жолы ашуланбады. Ол бойындағы күштің таусылып бара жатқанын сезді. Ешкімнің оған келіп кетпейтінін де түсінді. Егер жағдайы тым нашарласа, дәрігерлер оған қосылған датчиктер арқылы біліп қояды. Қалған шақырулары тек еркелігі ғана. Ол азаптың ұзаққа созылмайтынын сезініп, тағдырына көнді. Көп адам ажалы жақындағанда оны сезеді. Сол түні Михаил Викторович те сондай күйде болды. Васила түнгі ауысымда жұмыс істейтін. Оған түнгі уақыт көбірек ұнайтын. Клиника тынышталып, ешқандай қарбалас болмайды. Ол сол 206 палатаның жанынан өтіп бара жатып, іштен бір нәрсенің жерге құлап сынғанын естіді. Ол есікті ақырын қағып, сәл ашты. Көмек керек пе? Әлде бұл да санитардың ісі емес пе? Деп сұрады Васила апай жылы жүзбен, мысқылсыз. Су ішкім келген еді. Қолым әлсіреп стаканды ұстай алмай қалдым, деп жауап берді Михаил. Ол санитардың сөзіне ренжімеді. Васила саусағымен сәл күте тұр деген ишара жасап, палатадан шығып кетті. Бірнеше минуттан кейін ол қолына сыпырғышпен шүберек және ішінде ыстық сусыны бар термос алып, қайтып оралды. Суымыз бар, бірақ мен сізге одан да жақсы нәрсе алып келдім деп, Васила төсек жанындағы орындыққа отырды. Қарт санитардың іс-әрекетін қызыға бақылады.
Әйел термосты ашып, кесеге жұпар иісті сусын құйды. Палата ішіне шөптер мен жидектердің жағымды иісі жайылды. Шөптен жасалған тұнбаларды ұнатамын. Шай ішсем ұйықтай алмай қаламын, деді Уәсила. Сіздің де ұйқысыздықтан қиналатыныңызды байқадым. Түнгі ауысында жұмыс істеген сайын палатаңыздан ыңырсыған дыбыс естіледі. Иә, кереуетім өте шулы, деп келісті қарт. Уәсила орнынан тұрып, қартқа сәл көтерілуін өтінді. Ол жастықты түзеп, оның салқын жағын жоғары қаратып қойды. Бұлайша жайлырақ болады, деп сусынды Михаилге ұсынды. Қарт бір ұрттағанда-ақ көзі жайнап кетті. Ол шайды мақтап, тағы бір ұрттады. Шөптерді орманнан өзім теремін. Жазда таза ауада серуендегенді жақсы көремін, деді Уәсила. Жақын маңдағы ауылға дейін автобусқа мініп барам. Жолда өзімше ойланып, адамдарды бақылап отырамын. Қала сыртында кішкентай үйім немесе саяжайым болса, демалыс күндері сонда кетіп қалар едім. Бірақ бұл тек арман болып қалатын шығар. Неге олай дейсіз, деп қызығушылық танытты Михаил Викторович. Ол бұрын соңды ешкіммен мұндай сырлы әңгіме құрып көрмеген еді. Тіпті ауырмай тұрғанда да серіктестермен тек бизнес қана талқылайтын. Неге екені белгісіз, оның Уәсилаға жаны ашып кетті. Неге оның арманы орындалмайды? Тек кедей отбасында туғаны үшін бе? Зейнетке шыққанда пәтерімізді сатып, ауылға көшіп баруымызға болады ғой, деп ұсынды қарт. Өз үйіңіз болса, бақша да, мал да ұстайсыз. Сіздердің байлардың өмірден мүлде хабарсыз екендеріңіз көрініп тұр, деп Уәсила жымиды. Ол бұған өкпелеген жоқ, бірақ Михаилдың ұсынысы өте қиын еді. Менде пәтер жоқ, жатақханадағы бөлме ғана, деді Уәсила. Зейнетте шығуға да әлі көп бар. Оның үстіне бүкіл өмір бойы ең төменгі жалақымен жүрсем, зейнетақым қандай болмақ? Сіздер мұндай жағдайды білмейтін боларсыздар. Саяжай алу маған бұйырмапты, бірақ мен оған қайғырмаймын. Қолында барға қанағат етуді үйрендім. Сеніңіз, мен өзімді бақытсыз санамаймын. Мен олай демедім. Керісінше, сіз менің жағдайымнан әлде қайда бақыттысыз, деді Михаил Викторович басын төмен түсіріп. Көзіне жас тола бастады. Ол оны көрсетпеуге тырысты. Бейшара көрінгісі келмеді. Алайда Уәсиланың алдында әлсіздік танытудан қорықпады. Ол әйелден жүрекке жылу беретін мейірім сезді. Қарт онымен ұзағырақ сөйлескісі келді. Мүмкін басым оның иығына қойып, жылап алғысы келді. Уәсиланың жанында адамды тыныштандыратын ерекше бір тылсым күш бар еді. Ол сөзінді елемей қоймайтын, мазақ етпейтін, іштей қуанбайтын жан еді. Шайыңыз өте дәмді екен, деді Михаил сусынын ішіп болған соң. Уәсила бірден термостан тағы құйып берді. Неге өзіңізді бақытты сезінбейсіз, деп сұрады ол. Туыстарыңыздың келмейтінін білемін. Бірақ балаларыңызға қоңырау шалып, кешірім сұрап, татуласуға не кедергі? Тым көп уақыт өтіп кетті. Сен маған сен. Жаным тәнінен бөлінгенде, олар мені лезде есіне алып, қайда болса да ұшып жетеді, деді қарт мұңайып. Уәсила өзіне де шай құйды. Ол егін қолмен тіреп, магнаттың сырын тыңдауға дайын екенін білдірді. Қарт оның ниетін түсінді. Денис, алдындағы күнәм ауыр, деп бастады ол. Қазір бәрін түсініп тұрмын. Бірақ мұны 30 жыл бұрын түсінуім керек еді. Олардың бәрі мені тастап кетті. Тіпті қызым ауырғаныма қуанатынын айтты. Жасаған жамандығым үшін Құдай жазалап жатыр дейді. Жоқ, ол адамды олай жазаламайды. Ол бізді мүлде жазаламайды, деп жауап берді Уәсила ерекше мейіріммен жымиып. Михаил Викторовичтің жанына жылу жүгірді. Ол өзінің сырқатын мінезінің жамандығы мен жасаған қиянаттары үшін жаза деп санаушы еді. Бірақ дәл қазір қарапайым санитар әйел оның көзін ашты. Михаил өмірінде алғаш рет өз өмірі туралы терең ойға шомды. Диагнозын естігелі бері ол алғаш рет шын жүрегімен жымиды. Олар ұзақ әңгімелесті. Уәсила магнаттың ақшасы өзінде болса, не істер едің деген оймен бөлісті. Мен адамдарға көмектесер едім, деді ол ойланып. Сіз миллиондарыңызбен өзіңізді құтқара алмадыңыз. Балаларымыздың да, айналаңыздағылардың да сүйіспеншілігін сатып ала алмадыңыз. Махаббатты ақшаға сатып алу мүмкін емес. Бірақ сіз ең болмаса бір жақсылық жасап көруге талпынбадыңыз.
Мен сізді кінәламаймын. Қолында жоқ ақшаны қайда жұмсайтынын айту оңай, деді Михаил Викторович күліп. Бірақ қайырымдылық қорларына шын ниетімен көмектесетін адамдарды білемін. Көпшілік алаяқтыққа ұрынса да, сізге сенемін. Әңгіме достық пейілмен ескі таныстардай өрбіді. Михаил Викторович ешкімге бұлай ашылып көрмеген еді. Шай қарты тыныштандырып ұйқысын келтірді. Уасила ол көзін жұмғанша қасында отырды. Осы уақытта ол еденді де жуып үлгерді, жастығында түседі. Алайда Уасила палатадан шығып кеткенде қарттың көзін ашып телефонға қол созғанын білмеді. Оған шұғыл қоңырау шалу керек еді. Мұндай адамдардың бұйрығын кез келген уақытта орындайтын жандар табылатын. Бір сағаттан соң палатаға жеке нотариусы кірді. Михаил Викторович жаңа өсиетін жаздырып қол қойды. Енді жүрегім тыныш, деді қарт. Кешіктіруге болмайтын еді. Таңертең Уасила 206 палатадағы науқастың дүниеден өткенін естіді. Медбикелер бұл жолы мысқылдаған жоқ. Кім болса да адам өмірінің үзілуі ауыр жайт. Білесің бе, ең таңқаларлығы, деді Гүлнар. Ол жымиып жатыр екен. Бұрынғыдай емес, мүлде бөлек, жарық жүзбен кетіпті. Азаптан құтылғандай. Уасила үйіне қайтуға жиналды, бірақ дәл шығар алдында Жомарт қажының өзінен қоңырау келді. Шұғыл менің кабинетіме кел, деп қана бұйырды бас дәрігер. Уасиланың жүрегі дір ете түсті. Қарттың өліміне мені кінәлі етпей ме деп қорықты. Кабинетке кіргенде диванда қымбат костюм киген бейтаныс ер адам отырғанын көрді. Менің атым Николай, марқұм Михаил Викторовичтің жеке нотариусымын, деді ол. Уасила не болып жатқанын түсінбей аң-таң болды. Сол сәтте дәлізде дауыс көтеріліп, есік сарт етіп ашылды да топ адам кіріп келді. Өсиетті бұлай асығыс жариялауға қандай хақыңыз бар, деп айқайлады сымбатты. Бірақ бет әлпетінде тәкаппарлық бар әйел. Жасы Уасилямен шамалас болса да, олардың арасындағы айырмашылық жер мен көктей еді. Ол әйелдің қолы ешқашан еңбек көрмегені көрініп тұрды. Мұның бәрі алдау сияқты, деді Михаил Викторовичтің жас кезінен аумайтын жігіт. Уасиля келгендердің марқұмның балалары мен бұрынғы әйел екенін бірден түсінді. Сабыр сақтаңыздар, бұл Михаил Викторовичтің өз еркі, деді нотариус сабырмен. Бәріңіздің осында болғаныңызға қуаныштымын. Болындашы, не көріп отырсыңдар, тезірек айтыңдар, деді әйел мұрнын шүйіріп, диванға өзін мақтанышпен тастап. Балалары да жанына жайғасты. Уасиля болса, бұл басқосуда не үшін тұрғанын түсінбей, бұрышта қысылып тұрды. Барлық дүние мүлкімді Уасилаға, яғни маған. Ақша үшін емес, тек Алла ризашылығы үшін. Адамгершілікпен сусын ұсынған жалғыз жанға өсиет етемін, деді нотариус марқұм Михаилдің соңғы еркін жариялап. Бөлмедегі 4 жұп көз бірден шарасынан шыға жаздады. Олар алдымен нотариусқа қарады. Бәлкім ол басынан соқ қалған шығар деп ойлаған болар. Бұл Уасила деген кім? Деп даусын көтерді бұрынғы әйелі. Әлде бір көңілдесі ме? Нотариус бұл сұрақты күткендей еді. Ол одан әрі оқи берді. Михаил Викторович жазбасында Уасиланың оны ақша қапшығы емес, жеке тұлға ретінде көрген жалғыз адам екен жазыпты. Онымен сөйлескенде мен өзімді ақшасы бар магнат емес, өз қателіктері мен жеңістері бар жай ғана кәрі адамдай сезіндім. Ол маған өзімнің жаман адам емес екенімді сездірді. Менің ақшамды тек сол ғана лайықты жұмсай алады. Ал балаларым мен бұрынғы әйелімнің өмірі өздеріне жетеді. Олар бәріне қол жеткізген деп жазылған. Қайда сол менің ауру күйеуімді арбап алған жезөкше? Деп айқайлады бұрынғы әйелі. Ол сіздің күйеуіңіз емес, бұрынғы күйеуіңіз, мама, деп түзетті қызы. Ол анасында, әкесінде, әкесінің мейіріммен айырған інісі Денисті де жек көретін. Уасила дегеніңіз санитар әйел екен ғой. Бұл сізсіз бе? Деп сұрады Николай, бұрышта бүк түсіп тұрған Уасилаға қарап. Магнаттың балалары мен бұрынғы әйелінің көзқарасы бірден Уасилаға ауды. Әсіресе бұрынғы әйелінің көздері жанып бара жатты. Ол Уасилаға тап бергелі тұрды. Мен бұл адамға 3 бала туып бердім. Ал сен не істедің? Бір стақан су бердің бе?
деп айқайлады әйел ашудан қызарып. Ал сосын оны тастап кеттіңіз, деді қызы салқын қандылықпен. Әкем дұрыс айтқан, біз оған бәрібір едік. Ал бұл кемпір енді миллиондарды иеленеді. Ол оны не істейді? Алаяқтарға жем болады. Оның маңдайына аңқау ауылдың кемпірі деп жазылып тұр ғой. Уәсила оның сөзіне ренжімеді. Бұл әйелдің өз эмоциясына құқығы бар еді, бірақ балаларының әке таңдауын үнсіз қабылдауы таңғалдырды. Отбасында бәрі де өздеріне мұндай мұраға лайық емес екенін іштей мойындаған секілді. Михаил де өз тағдырына көнген. Бұрынғы әйелі айқайлап болған соң, бұл шеті ештеңе істей алмайтын түсіліп, есікті тарс жауып шығып кетті. Қажет болса, бұл ақшадан бас тартуыңызға болады, деп сыбырлады үлкен ұлы Уәсилаға визиткасын ұсынып. Егер дұрыс шешім қабылдасаңыз, маған хабарласыңыз. Мен сізге көмектесемін. Ақшаның бір бөлігін қалдырып, қалғаннан көп қарамын. Құттықтаймын, деді Дениске кете. Ақылды қадам. Мен де оның қасында 2 ай шыдап сусын беріп жүрсем, мен де алатын едім ғой. Денис те шешесі сияқты есікті тарс еткізіп шығып кетті. Уәсила кабинетте нотариус пен Жомарт қажымен ғана қалды. Ол не істерін білмей абдырап тұрды. Ол маған түнде хабарласып, өсиетті шұғыл өзгертуді бұйырды, деп нотариус тыныштықты бұзды. Ол мүлкін балаларына бөлмек түгіл. Бұрынғы ел мүлде ауыз қалмады. Балаларына тек келеке ретінде 1 миллионнан ғана қалдырақсы келген. Уәсиланың қолындағы визитка дірілдеп кетті. Ол өзін картты тонап теккендей сезінді. Оған бұл ақшалар ауыр жүк сияқты көрінді. Мен бұл мұрадан бас тартқым келеді, деді ол кенеттен. Маған баяғы өмірімде жетеді. Маған көмектесе аласыз ба? Көмектесе аламын, бірақ олай істемеймін, деп жауап берді Николай. 1 апта уақыт беріңіз, жақсылап ойланыңыз. Тағдыр мұндай сыйды бекерден бекер тарту етпейді. Нотариус шығып кетті. Уәсила мен бас дәрігер оңаша қалды. Уәсила апай, есіңізде ме, мен сізді сол санитарлар курсында қалай байқап қалғанымды, деп сұрады Жомарт қажы күтпеген жерден. Мен сізден алғаш көргенде-ақ жаныңыздағы тазалық пен адамдарға деген сүйіспеншілікті байқап едім. Егер өз өмірімізді өзгерткіңіз келмесе, бұл қаражатты игі істерге жұмсаңыз. Шынымды айтсам, сіздің орныңызда болсам, мен де осылай етер едім. Өмір сізді талай рет сынады. Енді тағдырдың соққысын ғана емес, сыйын да қабыл алатын кез жеткен жоқ па, деді Жомарт қажы. Уәсила ештеңе демеді. Ол бас дәрігердің мейірімді сөздеріне алғысын айтып, кетуге рұқсат сұрады. Түнгі ауысымнан шықтым, демалуым керек, деді ол шаршаңқы даусымен. Әрине, сондықтан да қазір дұрыс шешім қабылдай алмай тұрсыз. Үйіңізге барып жақсылап демалыңыз. Ес жиып алған соң барлығын байыппен ойланарсыз, деді Жомарт қажы. 1 апта өтті. Уәсиланың қолына тиген уақыт оның түпкілікті шешім қабылдауына жеткілікті болды. Әйел осыншама көп ақшадан қорқып жүрген еді, бірақ соңғы күні бәрі өзгерді. Уәсила түнгі ауысымнан соң үйіне жаяу қайтып бара жатқан. Таңертеңгілік мезгіл, көшеде адам қарасы жоқ. Кенет бұрыштан қарып бір кісі шықты. Ол қайда тұрғанын түсінбей абдырап тұр еді. Уәсила шаршағанына қарамастан оның қасынан өте алмады. Минская көшесін таба алмай тұрмын, деді қарт кісі. Ой, бұл жерден 3 квартал асып кетіпсіз ғой, қалайша, деп Уәсила оның қолынан ұстап, баратын көшесіне қарай бастады. Жолда қарт адам таңертең таза ауада серуендегенді жақсы көретінін, бірақ соңғы кездері уақыт пен кеңістікті шатастырып алатын болғанын айтты. Туыстары жоқ, қарасатын ешкім жоқ еді. Уәсила сол сәтте ойланып қалды. Қалада мұндай қараусыз қалған, көмекке мұқтаж қаншама қарт бар. Михаил де дәл сондай жалғыздықтың құрбаны болды емес пе? Ол кенеттен басына түскен байлықты қайда жұмсау керектігін түсінді. Уәсила жалғызбасты қарттарға арналған қарттар үйін, хоспис ашты. Қызметкерлерді өзі іріктеп алды. Ол үшін әрбір қарттың өз ата-анасындай аялы алақанға бөленуі маңызды еді. Ол Михаил Викторовичтің жалғыздық аурудан да жаман деген сөздерін жадынан шығарған емес. Уәсила апай хоспис ішінен өзіне де арнайы бұрыш жасап алды.
Ол өзі құрған игі істің әр сәтінде қасында болғысы келді. Кейде Уәсила Михаил Викторовичтің «Сен ғана бұл миллиондарды дұрыс жұмсай аласың» деген сөздерін есіне алатын. Сонда ол бұл мұраның кездейсоқ емес екенін ұқты. Бұл су стаканы немесе термос үшін берілген сыйақы емес еді. 206 палатадағы науқас Уәсила арқылы осы игілікті істің негізін қалап тепкендей болды. Ол өз арманына қол жеткізді. Хоспис қала сыртында болғандықтан Уәсила таза ауада серуендеп, өмірі бойы армандағандай адамдарға қызмет етіп, бақытты өмір сүруде.